Солтүстік қазақстандық полицейлер этил спирті мен алкогольді өнімдердің заңсыз айналымын анықтау бойынша күтпеген рейдтер өткізуді жалғастыруда. Жыл басынан бері облыс аумағында алкоголь өнімдерін өткізу жөніндегі заңнаманың талаптарын бұзудың 102 фактісі анықталды. Петропавл қаласындағы 19-шы ықшам ауданында кезекті рейдтердің бірінде ішкі істер басқармасының көршілік бақылау алдын алу бағдарламасы тобының қызметкерлерімен этил спиртін сату орны анықталды. Алкоголь сату металл сынықтарын қабылдау орны болып саналатын көлік жайда жүзеге асырылған. Приоритетной задачей органов внутренних дел является борьба с незаконным оборотом. Этил спирт мен алкогольді өнімдердің заңсыз айналымына қарсы күрес ішкі істер органдарының басым міндеттерінің бірі. Тек соңғы 2 күнде заңсыз айналымнан 7,5 литр этил спирті шығарылды. 5 әкімшілік материал жиналды. Сараптамадан соң бұл материалдар сотқа жөнелтіледі. Полицейлер атап өткендей маскүнемдік, нашақорлық секілді түйінді әлеуметтік мәселе болып табылады. Құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың, оның ішінде ауыр қылмыстардың едәуір бөлігі мас күйінде болған кезде жасалады. Сондықтан бұған себеп болатын факторлардың тамырына балта шабу қажет. Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы Қазақстан Республикасы заңнамасы бұзылған жағдайда қомақты айыппұлдар салынатынын естен шығармаған жөн. Санкция статьи 282 Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 282 бабының санкциясы мен 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айып қарастырылды. Мұндай рейдтік шаралар алдағы уақытта жалғастырылады. Ішкі істер департаменті әкімшілік полициясы басқармасы нақтылағандай, облыс полицейлері жыл басынан бері этил спирті мен алкогольді өнімдердің заңсыз айналымы үшін 15 материал жинаған, оның 13-і сотқа жіберілді. Жалпы алғанда барлығы 20 литрден астам этил спирті тәркіленді.